love it when you hide. Жақында Netflix түсірген көрерменнің қызығушылығын бірден бағындырған K-pop құбыжық аулаушылар атты анимациялық фильм шықты. Бұл мультфильм K-pop фанаттар үшін нағыз мереке десек те болады. Солай ма? Осы жерде K-pop фанаттары бар болса, еңбегімді бағалап, лайк басып, қолдау білдіріп отырамыз. Бұл мультфильм жалпы шамамен 2 сағатқа созылады, бірақ мен сендерге оны қысқартып, ең қызықты деген сәттерлерін айтып беремін. Яғни толық фильмді көрмей-ақ, уақыттарыңды жоғалтпай, басты оқиғаларды тамашалауға дайынсыңдар ма? Ендеше ыңғайлы отырып ал, біз бастаймыз. Оқиға басталуы жалпы үлкен бір концерттен басталады. Мыңдаған фанаттар өздерінің сүйікті K-pop тобы Huntrexті қолдап, қол шапалақтап тұрады. Бірақ сол сәттен кейін сюжет бізді олардың өткен, яғни бұрынғы заманға апарады. Сол заманда әлем жын перілердің шабуылына тап болып, олар адамдардың жанын ұрлап отырған. Осы жын перілердің күші олардың басшысы Буйма атты жындар патшасы арқылы артып отқан. Оны тоқтату үшін ерекше адамдар пайда болады. Дауысы арқылы осы зұлымдықты жеңіп шығаратын батырлар, олар жындармен күресіп, адамдарды қорғауға бел буады. Содан бері әр ұрпақта осы қорғанды сақтайтын жаңа 3 жауынгер таңдалып отырады. Қазір оларды Селена деген мықты ұстаз дайындайды. Ол жаңа ұрпақтың батыр аңшыларына сабақ береді. Сол батыр аңшылардан аңызға айналған Huntrix тобы пайда болады. Бұл топтың әндері тек Кореяда ғана емес, жындарға қарсы күш ретінде де қолданылады. Жалпы барлықтарын білесіңдер, топта 3 қыз бар. Мира болса визуал және басты биші. Мысалы, бірде Met Gala концертінде ұйықтайтын сөмкесімен келген. Зой рэпер және мәтіндердің авторы, Америкада өскен. Ал Руми негізгі вокалист, дауысы жүректі елжірететін. Оның анасы бала кезінде қайтыс болған екен. Сондықтан Селена оны тәрбиелеп, Huntrexтің басты мүшесі еткен. Бірақ маңызды концерт алдында менеджер Бобби қыздардың ұшағының бағыты ауытқып кеткенін байқайды. Бұл оқиғаны күтпеген әрі қызықты етеді. Сол вақытта Huntrix қыздары ұшақта отырып, еркін рахаттанып, тағамдарын ішіп, демалып жатырғандары сол еді. Бірақ стюардесса мен ұшақтың оғаш әрекеттері оларға күдікті көрінді. Бобби қатты қорқып қыздарға телефон шалады. Қыздар, сендер әлі жеткен жоқсыңдар ма? дейді. Ал қыздар аспанға қарап, ұшақ дұрыс бағытта емес екенін байқайды. Барлығы аздап қорқынышты да өте қызықты көрінеді. Қыздар бұл қиындыққа қарамастан батылдықпен дайындалып, келесі шытырман оқиғаға дайын болады. Қыздар сол кезде бірден түсінеді. Пилотта стюардессалар ол жындар. Себебі олардың қолында бір ерекше жұмбақ белгілері жарқырап тұрады. Бір сәтте жындар шын бейнелерін көрсетіп, оларға шабуыл жасайды. Бірақ біздің батыр Huntrix қыздары қорықпайды. Олар әндерінің күшін қолданып, сиқырлы қарумен жындарға қарсы тұрады. Джину өз жоспарын ұсынады. Ол қыздарға тікелей шабуыл жасамай-ақ, олардың күшін фанаттардың махаббатын пайдалану арқылы өздеріне тартып алғысы келеді. Оның идеясы жындардан жасалған айдол топ құру. Басында басқа жындар оны күлкіге айналдырады. Бірақ Джину мен оның командасы әдемі айдолдарға айналғанын көргенде, патша жоспарын мақұлдайды. Концерт аяқталғаннан соң Huntrix қыздары демалуды жоспарлайды. Руми болса, менің жаңа әнім кешке шығады, бүкіл әлем күтіп отыр, деп жайбарақат отырады. Ал дайындық кезінде біртүрлі жағдай болады. Румидің дауысы өзгеріске ұшырайды. Ол достарына, маған тек 5 минут демалыс беріңдерші, бәрі жақсы болады, дейді. Ал достары қорқып, уайымдай бастайды. Концертке бар жоғы 10 минут қалды. Ал менеджер Бобби паника ұстап, қатты уайымдап жатыр. Есік артында фанаттардың дауысы күшейіп барады. Руми жеке бөлмеге кіріп, терең тыныс алып, киімін шешкенде, денесінде жындарға тән белгілерін байқайды. Иә, Руми жартылай жын. Руми кішкентай кезін еске алады. Ол Селенадан. Барлық жындар жаман ба? Менде де сондай белгілер бар. Селена күлімдеп тыныштандырады. Жоқ, сен жауынгерсің, анаң сияқты жын емессің. Қорған толық іске қосылғанда барлық жындар шуғалады, сенің бөлігіңде. Сол күннен бастап Руми өзінің белгілерін жасырып, достарына ештеңе айтпайды. Руми қатты уайымдайды. Егер даусым болмаса, әлемді қалай құтқарамын деп өзіне сенімсіздік білдіреді. Екі құрбысы
Қорықпа, концертті кейінге қалдырамыз дейді. Румидің дауысы тұрақсыз, ол алдағы уақытта ән айта ала ма білмейді. Мира мен Зой ойлана келе, ой бәлкім Idol Awards марапатын өткізіп жіберсек. Бірақ Руми батыл түрде, жоқ, мен ән айтпайынша бәрі болмайды. Алтын шоуға дейін 2 апта қалды, және қыздар осы уақытта Румидің дауысын қалпына келтіруге арнайды. Зойда Румидің дауысын қалпына келтірудің 57 идеясы бар. Бірінші идеясын сынап көрмек. Ол Румиді танымал дәрігер Ханға апарады. Ол өзінің сиқырлы шарбаттарымен тұмаудан бастап жүрек жарасына дейін емдей алатынына кәміл сенімді. Дәрігер қыздарды бір түрлі, тіпті сиқырлы тексеруден өткізеді де, оларға дауысын қайтаратын арнайы сығындылы сұйықтық береді. Үйге бара жатқан кезде қыздар өте әдемі жігіттерді көреді. Бір сәтте аң-таң боп қалады, бірақ бір жігіт Румиді кездейсоқ құлатып жібереді. Қызығушылығы тез жоғалады, өйткені қыздар жігіттердің дөрекі әрі өзімшіл екенін түсінеді. Сол уақытта жақын жердегі алаңда халық жиналғанын естиді. Жақындағанда қыздар сол жігіттердің сахнада ән айтып тұрғанын көреді, және олар барлық көрерменнің назарын бірден жаулап алады. Олардың орындауы мәнсіз, көрермендер қуаныштан ләззат алып жатыр, бірақ қыздар басқалардың көрмейтін нәрсесін байқап қояды. Бұл бойсбенд әдемі болып көрінгенімен, шын мәнінде олар жындар. Мира бірден шабуыл жасағысы келеді, бірақ Руми оны тоқтатады. Көп куәгер бар, және кенет шабуыл жасасақ, кінәсіз адамдарға қауіп төндіру әбден мүмкін дейді. Жігіттер өзін жаңа топ ретінде таныстырып, халықты өздерінің келесі концерттеріне шақырады. Бірақ қыздар өз жоспарын құра бастайды. Олар жауынгерлік костюмдерін киіп, жындар сахнадан түскен сәтте шабуыл жасауға дайындалады. Жындардың лидері Джину қыздардың жоспарын байқап қояды да тез арада әрекет етеді. Ол қыздарды арнайы қонақтар деп жариялап, прожекторды тікелей оларға бағыттайды, осылайша олардың тосын сыйын бүлдіреді. Қыздардың көңіл күйі түсіп кеткен, ал бойсбенд жедел түрде жасырынуға тырысып, жақындағы монша арқылы қашып кетеді. Қыздар оларды қуып бара жатып, төтенше жағдайға тап болады. Моншада оларды су жындары шабуыл жасайды. Қалғандары күресіп жатқанда Руми Джинуға қарай жүгіреді. Шабуылдың қызған кезінде оның киімі жыртылып, денесіндегі демон белгілері көрініп қалады. Джину бұл көрініске таң қалады. Руми қатты уайымдап кетеді. Ол достарына қайта қосыла алмайды, өйткені құпиясы ашылудан қорқады. Сол кезде Джину оның қолын жауып қою үшін матамен байлап береді. Бұл оған қайтадан күреске қосылып, достарына көмектесуге мүмкіндік береді. Осы сәтте жындар патшасы өз жоспарының сәтті болғанына қанағаттанады. Джинудың әрекеті арқылы қорғанның күші әлсірей бастайды. Ол қайтадан адамдардың жанын сезе бастайды. Бобби менеджер бойсбендтің тез танымал болып бара жатқанын хабарлайды. Руми болса жындарды жеңудің бір ғана жолы сахнаға оларға қарағанда мықты болу керектігін түсінеді. Сондықтан ол Зойдан жаңа ән жазуды сұрайды. Ән жындарды әшкерелеп, оларды қайтадан жындар әлеміне лақтырады. Ал Руми өз кезінде дәрігер ханның шарбаттары ішуге бел буып, көңілі түсіп, оның қарапайым жүзім шырыны екеніне көңілі қалады. Сол кеште Румидің балконына ерекше бір құс келіп қонады. Басына қалпақ киіп келген, қызыққан Руми оны тексеруге шығып, хат ұстап тұрған жын мысықты көреді. Бұл Джинудан шақырту екен. Руми оған барады. Дегенмен Джину асықпауды сұрап, оған зиян келтірмейтінін айтады. Ол Румидің белгілеріне қызығушылық танытып, егер сені әшкерелеуді қаласам, бұрынырақ достарым айтатын едім дейді. Руми өзіне сенімділікпен мен демон емеспін дейді. Джину 40 жыл бұрын патшаның даусын алғаш естігенін айтып береді. Сол кезде оның отбасы кедейлікте өмір сүрген. Тек ескі аспапта музыка ойнап, ақша табуға тырысқан. Сол кезде оның әнін ешкім тыңдамаған. Сол сәтте ол жынның дауысын естиді. Ол жын соған көмектесемін деп, жағдайыңды жасаймын деп уәде берген екен. Джину келседі. Оның дауысы танымал болады. Тіпті патша да мақұлдайды. Отбасы сарайға көшеді, өмірі жақсарады. Бірақ ұзаққа созылмайды. Демон белгілері денесін жаулап алып, ол жындар әлемінің тұтқынына айналады. Отбасы қайтадан кедейлікке түседі. Бәрі Джинудың кәмелетке толмаған қателігіне байланысты. Сол белгілер оның қарғыс сатқындық белгісі, оны ешқашан ұмытпайды. Джину Румиге өз табиғатын қабылдауды ұсынады, бірақ Руми бас тартады. Мен сен сияқты емеспін дейді.
Қоштасарда Джену Румиден шындығын қабылдауға дайын болғанда қайта кездесуін сұрайды. Сол түнде Хонтрекс тобы үшін жаңа ән жазылады. Ол Takedown, төңкеріс деп аталады. Келесі күні олар фанаттармен автограф сессиясын өткізеді, бірақ Саджа Бойс кенеттен пайда болып, көрермендерді бөліп жібереді. Фанаттарды жоғалтпау үшін Руми ұйымдастырып автограф үстелдерін жындардың жанына қояды. Өйткені әр дауыс олар үшін маңызды. Джену тағы да Румимен сөйлесуге тырысады, бірақ ол қарсылық көрсетеді. Джену оған түсіндіріп, ол патша үшін емес, өз пайдасы үшін әрекет ететінін айтады. Ол басындағы дауыстардан, күн сайын азаптайтын естеліктерден шаршағанын айтады. Патша оған тыныштық уәде еткен, толық ұмытылу үшін тек бірге жұмыс істеуін талап еткен. Румиға Дженудің елшісі мысық жын келеді. Мира есікті қағып кіргенде, Руми мысықты жасыруға тырысады. Руми айтады: «Әнім тым ашулы шықты, әділет үшін емес, тек жек көрушіліктен айтқандай болды». Ал Мира болса: «Жек көрушілік әнді күштетеді. Мен жындарды жек көремін, бірақ Руми неге кенет өзгере бастады деп ойлайды». Сол уақытта Саджа Бойс ән айтып, фанаттардың жанын тартып, оларды патшаға береді, оның күшін арттырады. Руми әрекет етуге бел буды. Дженуға хат арқылы Айдол Аурстқа жеңіске жетуге көмектесуді ұсынады. Хонтрекс жеңсе, қорған толық іске қосылып, жындарды адам әлемінен мәңгі бөліп тастайды. Патша жоғалса, Джену бостандыққа шығады. Джену осы ұсынысты қабылдайды. Хонтрекс қыздары Саджа Бойсты шоудан шығарып тастайды. Сол сәттен байқалады, Руми мен Дженудің арасында нағыз сезімдер пайда болуда. Дайындық кезінде Руми достарына айтады: «Мен әнді орындай алмаймын, өйткені әнде тым ашу, жек көріншік сезімдері бар, және мен оның бір бөлігі болғым келмейді» дейді. Жындар Бобиді алып кетеді. Қыздар дереу оны құтқармақшы болады, бірақ бұл тұзақ болып шығады. Жындар тек назар аудартқысы келген екен. Сол сәтте сахнаға Мира мен Зой кейпіндегі жындар шығады. Олар Румидің көйлектерін шешіп, демоникалық белгілерін байқайды. Мира мен Зой таңданысқа түседі, бұл сенбейтін көрініс. Олардың алдында дос емес, демон бар. Руми шындықты түсіндіруге тырысады, бірақ достары қару көтерген, көздерінде күмән қалмаған. Руми көз жасын төгіп қашып кетеді. Ол Дженуді іздеп табады, бірақ Джену ашатын шындық оны одан сайын жаралайды. Оның айтқан сөздерінің барлығы жалған. Джену отбасын құтқармаған, тек кедейліктен шығуға тырысқан. Ол өзінің бәрін бас тарту арқылы патшамен келісім жасаған, тек күшке жету үшін. Руми бұл шындықты түсінген сәтте жындар патшасы шабуылды күшейтеді. Ол Мира мен Зойдың санасын жаулап, бір-біріне қарсы ашу сезім толтырады. Жындар ән айтқанда патша өзі пайда болып, қанаттардың жанын сахнадан тартып ала бастайды. Барлығы апатқа ұшырайын деп тұрған кезде Руми шығады. Ол жаңа ән мұрындайды. Румидің дауысы тек көрермендерді оятпай, Зой мен Мираны да қайта оятады. Фанаттар бірге ән айтады және жарық энергиясы күшейеді. Патша Румиді жою үшін шабуыл жасайды, бірақ соңғы сәтте Джену оның жолын бөгейді. Ол өзін құрбан етіп, Румиден кешірім сұрайды. Хонтрекс шабыттанып, дауыстарын біріктіреді. Олардың күші шегіне жетеді. Барлық фанаттармен бірге айтылған ән қараңғылықты жарып, жындарды жеңеді. Нәтижесінде жындар патшасы жеңіліп, қорған қайта толық іске қосылады. Жындар әлемінен адам әлеміне жол жабылады. Әлем аман қалады. Міне осымен мультфильм аяқталады. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңдар.